Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге тефтелені қалай жасалу түрін және де морозильникке қалай сақталу түрін ұсынбақшымын. Және осы жерде пельмен, манты, самса түрін келесі видеода салатын боламын. Ең алдымен тефтели жасаймыз. Ол үшін бізге 2 дана пияз қажет болады. Оны жақсылап ұсақтап турап аламыз. Және де бізге жарты кеседей жуылған күріш қажет, 1 дана жұмыртқа және фарш қажет болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Мінекей достар, біз пиязымызды ұсақтап турап алдық, және де үстіне фарш салдық, және жарты кеседе болатын күрішімізді салдық. 1 дана жұмыртқамызды қосамыз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни бір-біріне біріктіреміз. Барлығын жақсылап біріктірдік. Енді осындай кішкене ғана бөліктерден алып, 2 қолымызбен дөңгелек етіп жасайтын боламыз. Барлық фаршты, осы қоспаны осылай дөңгелек етіп жасап шығамыз. Мінекей достар, үй жағдайында тефтели осылай жасалынады. Енді морозильникке қатырып қойсаңыздар да болады. Кез келген уақытта алып жасай беруге болады. Үй жағдайында сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.